Сәлем баршаңызға. Бүгін біз бір тестадан бауырсақ пен етті бәліш дайындайтын боламыз. Ең бірінші ұнымызға ашытқымызды құйып, одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Сосын бір кесе айранымызды құямыз. Айран да жылы болу керек, бөлме температурасында. Одан бір стакан тұзды суымызды құйып, нанымызды жұмсақ етіп илеп аламыз. Осылайша тестамызды илеп аламыз. Не осындай жұмсақ теста болу керек. Тестамызды ыдысқа салып, бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілгенше біз ортасына қосатын салмасын дайындаймыз. Фарштың үстіне сарымсақ пен картошканы сақтап тұрып, тұзын бұрышын салып, араластырып дайындап қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз көтерілді. Енді маған керегінше қамырды бөліп аламын да. Арнайы противенді майлап, үстіне қамырды салып, қолдың көмегімен осылайша жайып шығамын. Одан кейін ортасына салатын салмасын салып, жан-жағына, шеттеріне бәріне осылай жағып шығамыз. Одан кейін бетіне жауатын қамырды дайындаймын. Үстіп жұқалап осылай жайып аламыз да, бәліштің бетіне жабамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай шеттерін осылай әсемдеп бөгіп, одан кейін ортасын осылай тесіп қоямыз. Ортасындағы салмалары жақсы пісу үшін. Одан кейін осылай вилканың көмегімен осылай әсемдеп қоямын. 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. 30-40 минутта піседі. Мінекей біздің уже бәлішіміз пісіп дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болады. Сіздер де үйде дайындап көріңіздер. Мінекей осындай жұмсақ етті бәліш дайын болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, міне жұмсақ. Одан кейін осы қамырдан осындай жұмсақ бауырсақ дайындауға болады. Сонда бір қамырдан екі нәрсе дайындаймыз. Бірі бауырсақ, екіншісі етті бәліш.